Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен үй жағдайында картошка фри және донер дайындаймыз. Жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен 4-5 картошкамызды орташа қалыңдықта видеодағыдай турап аламыз. Туралған картошканы салқын суда жақсылап жуып аламыз. Жуылған картошкамызға тағы да толтырып су құямыз. Енді ыдысымызға аздап тұз саламыз, дәміне қарай. Холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді картошкаларымызды дәл видеодағыдай толық құрғатып аламыз. Су болмау керек. Табамызға май құйып, картошканы қуырып аламыз. Фри піскеннен кейін сүзіп аламыз. Осылай ыдысқа бірінші салфетканы төсеп, сосын фриімізді салып, үстінен азырақ тұз сеуіп араластырамыз. Картошка фриіміз дайын. Дастарханға осылай да ұсынсаңыздар болады. Ал мен бұл фрилермен донер жасайтын боламын. Фриді қуырған майдың азырақ бөлігіне осылай біз фаршымызды қуырып аламыз. Тұз, бұрыш себеміз, дәміне қарай. Енді қиярымыз бен қызанағымызды видеодағыдай турап аламыз. Және майонез бен кетчуптан соус жасаймыз. Ең алдымен донердің қамырына осылай соусымызды жағып аламыз. Үстінен фри, қияр, қызанақ және қуырылған фаршымызды салып ораймыз. Орап болған соң ыстық табада немесе духовкада қыздырып алсаңыздар болады. Үй жағдайындағы донеріміз дайын. Өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған перизат, астарыңыз дәмді болсын.